Flexbox'ты макет жасау үшін қолданады дедік, иә. Макет деген не ол? Сайттың структурасы. Макет деген сайттың структурасы. Кез келген сайтта өзінің структурасы болады, макеті болады, иә. Қарап тұрсаңыз, сайттарда ол жоғары жағында хедер болады, астында оның табаны футер болады, сол жақта оның меню болады, не көмекші меню. Және мынау оң жақта үлкен жерді алып тұрған оның сайттың контенті болады, иә. Осы айтылған нәрсені біз өзіміздің сайтымызға қосайық, хедер мен футерді. Ол үшін бізде арнайы тег бар, ол хедер деп аталады. Осыны жазып, мына жерге сайттың хедер деп қосақ болады. Ары қарай екінші тег сайттың табаны, ол футер деп аталады. Ыңғайлы болу үшін достар, біз мына жерге хедер мен футерға мына бір граница беріп қойдық, және де хедер мен футерді біз оған түс беріп қойдық, визуально әдемі көріну үшін. Көріп тұрғандай достар, біз өзіміздің алғашқы макетті жасадық. Бұл жерде бұл макет өте қарапайым. Сайттың жоғарғы жағында оның шапкасы, сол жағында менюсы, оң жағында оның контенті, ал астында сайттың табаны. Байқағаныңыздай достар, мына жерде жоғарғы жан жақтарында, біздің макеттің жан жағында бос орын бар. Бұл браузердің яғни бастапқы қоятын бос отступтары, бастапқы қоятын отступтары. Оны алып тастау үшін сіз body деген тегті таңдап алып, оған padding 0-ге теңестіресіз, және margin сыртқы отступ 0-ге теңестіресіз. Сөйтіп достар, сіз мына бір бос орындардан арыласыз. Ары қарай достар, біз сайтта басқа да элементтер болуы мүмкін. Хедердің ішінде, оның ішінде басқа элемент. Яғни осы хедерде сол жақта логотип болуы мүмкін, және оң жағында басты мәзір болуы мүмкін. Соны жасап көрейік. Хедер айтқандай, хедер деген тегтің ішінде бірінші біз өзіміздің логотипті қоямыз, логоны қоямыз, бірінші элемент. Ары қарай CSS селекторда жеңіл таңдап болу үшін оған класс беріп қоямыз, лого деп. Екінші элемент бұл біздің басты мәзір. Бұны да CSS беріп қосақ болады, класс. Меню деп қойға. Ары қарай біздің өзіміздің тізім болғаннан кейін UL деген тегті қолданамыз. Ары қарай әрбір элементті LI деген тег арқылы жасап қойсақ болады. Бізде бұл ссылка болғаннан кейін, сілтеме болғаннан кейін A тегін қолданамыз, достар. Бұл жерде былай қосақ болады. Және мына жерге біз өзіміздің айталық, бізде үш элемент бар. Мына жерде ол оның басты бет, және екінші сілтеме ол біз жайлы болсын. Үшінші ол байланыс деп қосақ болады, достар. Біз өзіміздің алғашқы мына жерде хедер деген тегқа логотипті қостық, және басты мәзірді қостық сайтқа. Көрсек болады, достар. Байқағаныңызда біздің элементтер пайда болды макетімізде. Бірақ орналасуы дұрыс емес, логотип сол жақта тұр. Және оның астында біздің басты мәзір түрі. Бірінші мына мәзірді түзеп алайық, бір қатарға қойық оны. Мына бәрі бір қатарда болсын, және мына бір нәрседен, нүктеден арылайық. Ол үшін біз меню деген біздің селектор арқылы таңдап аламыз класты. Ол жерге бірінші істейтін нәрсе бұл display flex деп қойсақ, бұл барлығын бір қатарға қойдық, flex арқылы үйрендік қой осыны. Енді біз list style деп қойсақ болады, ешқандай да нүкте нумерация болмасын деген сөз. Так, класс меню. Так, меню деген класс көретін болсақ, достар, бұның ішінде біз мына менюға емес, оның ішіндегі UL деген элементке әсер ету керекпіз. Ол үшін біз мына жерге былай жазып қойсақ болады. Ал достар, барлық бір қатарға келді біздің мәзір. Мына бір нүктелер арылдық біз точкалардан. Енді біз элементтерді екі жаққа орналастыру керекпіз. Логотип сол жақта, ал мына бір мәзір оң жақта болу керек. Ол үшін біз header деген тегқа тағы да көріп тұрғанда жаңағы біз flex берсек болады. Біздің элемент пайда болды, бір қатарға пайда болды, бірақ орналасуы дұрыс емес. Мынаны оң жаққа жіберу керек, мына сол жақта тұру керек. Ол үшін бізде арнайы justify content space between екеуін екі жаққа қой деген сөз. Біз тексеріп көреміз енді осыны. Так, бізде header деген тегтің ішінде менюмыз бар. Және мына жерде логотип бар. Екеуіні біз flex деп қойдық, және space between деп қойдық. Енді мына бір менюға біз оған бір өлшем беріп қою керек. Біз өлшем 300 пиксель деп қойсақ болады, достар, жеңіл болу үшін. Так, width 300 пиксель. Біздің код жұмыс жасамады. Өйткені мына бір flex көріп тұрғанда істеп тұр, justify content space between. Бірақ мына біздің мәзір бүкіл бетті алып тұр, бүкіл бетті алып тұр. Оны қалай түзесек болады? Оны біз мына жерге
көріп тұрғандай flex 1 деп беріп қойдық. Ол сол үшін барлық жерді алып тұр, достар. Меню бізде қай жерде меню? Міне көргендей, мына жерде хати тұр, бұны алып тастайық. Алдыңғы сабақта қалса болар. Енді біздің элемент, біздің мәзір дұрыс орналасты. Бірақ, достар, енді бұған біз өлшем беріп қойық айтқандай менюға. Менюға өлшем бұл біздің жаңа таңдап, мысал ретінде width 300 пиксель жасап қойық. Бар. Енді біз араларына, осы мәзірге, менюға біз бос орын беріп қойсақ болады. Бұны да жаңағы display, бізде бұл меню ішінде li элементі таңдап алсақ болады. Мынау қажет емес. Бізде көріп тұрғандай flex және мына жерге justify content space between тағы да қолдансақ болады. Көріп тұрғандай біздің элементтердің арасында мынандай бір бос орындар пропорционал бөлінді. Достар, біз осылай өзіміздің алғашқы макетімізді flexті қолданып жасап үйрендік.